бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Көңіл-күйімізді көтеріп алу үшін настроение айтыңыздар. Ең мықты мектеп 10-шы мектеп. Ең мықты сынып 6-шы. Ең мықты платформа Коллектив. жақсы, жарайсың. Алгоритм, яғни мектепті сараптап алгоритм, яғни бірден бір орындалған болады. Сен 5-ші сыныптан таныстыңдар ғой, сыныптан алгоритм. Мен сол осы уақытта дейін не істедік? Компьютерде қандай жұмыстар атқардық? Қандай немен? Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы осы сызықтық алгоритмді программалау. Сабағымыздың мақсаты Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазады. Түсіндіріп айтамын. Екінші топ сендерге сызықтық құрылымдағы программаны құру қадамдары. Яғни бірінші топ сендер алгоритм дегеніміз не екенін анықтамасын айтамыз. Содан кейін неше түрі бар бізде алгоритмнің? Түрі бар. Мен соны қазір қосымша ақпарат құралдарын пайдалансаңдар болады. Топпен сендерге сызықтық құрылымдағы программаны құру. Атау береміз. Деп айтасыңдар сондай. Сен айтасың. Сен содан соң run модул кнопкасын басамыз деп айтасың. Соны одан кейін біз айнымалыға бірінші біз айнымалыларға мән беріп аламыз. int input'ты. Сол кезде бізге осы айнымалыларға біз мән береміз. Яғни белгілі бір сандарды. Содан кейін Python программасы бізге оның мәнін шығарып береді. Келіп, қатерімізді түзеп, қайтадан run басып, өзіміздің екінші қадам екен. Екінші қадам ол бізде яғни құру қадамдарының соңғы төртінші қадам. Нәтижеге жету үшін амалдарды қолданылатын амалдарды іс-әрекетті алгоритмдер деп атайды. Алгоритмдердің үш түрі бар. Оларға тармақтау және циклдық, одан кейін сызықтық алгоритм жатады. Сызықтық алгоритмнің ішіндегі ең қарапайымы ол бізде алгоритм ішіндегі ең қарапайымы ол сызықтық алгоритм. Сызықтық алгоритмдерге біз реттеле отырып нәтижеге жетеміз. Құрастырылған программаның жұмысын тексеру мақсатында деректердің түрлі мәндерін енгізіп, программаны сынақтан өткізу. Программада қолданылатын негізгі деректер мен олардың типтерін анықтау, айнымалыларға атау беру. Нәтиже үйретілген ені шығару беру және оның типі қандай болуы керектігін анықтау. Нәтиже шығаратын айнымалы атау беру. Деректерді енгізетін, есептейтін және нәтижені экранға беретін алгоритмдерді дайындау. Жақсы. Яғни құрылымы ол бірден бір орындалатын амалдар еді. Мысалы, мына жерде сендерге бір есепті мысал беріп тұр. Бізде өрнектерді математикалық. Соны біз не істейді екенбіз? Бірінші программалау тіліне аударады екенбіз. Яғни мына жерде бізде блок схемасы берілген. Бізде білеміз, блок схемада міндетті түрде басы, одан кейін соңы болады. Ортасында бізде енгізу блогы болады, одан кейін орындалу блогы болады. Яғни бізде беріліп тұр, төрт айнымалы беріліп тұр, А, Б, С және Д бүтін сандар беріліп тұр. Біз оларды не істейміз? Енгіземіз, яғни А, Б деп map input деп
сондай скрит яғни бір жоғары жасалады ғой. Одан кейін бұл бізде 4 айнымалы енгізіп тұрмыз. Және біз нәтижесін алу үшін не істеуіміз керек? Бізге не дейді? Осы 4 айнымалыны А және Б сандардың қосындысы мен С және Д сандардың айырмасының соңғы цифрларының көбейтіндісін табатын программаны құрастыр деп. Яғни не істейміз? А мен Б-ны қосамыз да екеуінің соңғы айнымалысын алу үшін біз не істейміз? Процент белгісі нені білдіреді бізге? Бөлгенде Қалдығын алу. Дұрыс айтамыз. Бөліп бөлгенде, яғни соңғы санын аламыз. Тура солай келесі С мен Д-ны бір айырмасын аламыз да процент белгісі арқылы біз не істейміз? Соңғы санын аламыз. Нәтижесін алу үшін екеуін көбейтеміз. Көбейткенде бізде не шығар екен? Бізде 15 дегеніміз ол. А айнымалысының мәні 47 дегеніміз. Б айнымалысының мәні 98 дегеніміз. Қай айнымалынікі? С айнымалысынікі 63, бізде Д айнымалысынікі. Яғни нәтижесінде қосындысынан 2 шығады, алымнан 5 шығады, екеуінің көбейтті бізде нәтижесі не болып тұр? Қанша болып тұр? 10 болып тұр. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Енді бізде балалар сабағымыз ары қарай жұптық жұмыс арқылы қараңдаршы, төмендегі программа кодының синтаксисіндегі қателерді анықтаңдар дейді. Яғни бізде программа коды тұр, осы жерде сендер не істейсіңдер? Қателерін анықтайсыңдар. Яғни бұл жерде балалар дескриптор қатеге дейін тағы 1 балл. Жалпы балы 2 балмен өздеріңді бағалайсыңдар. Анықтайсыңдар ма? Барлығымыз болдық па? Алмастық. Енді осы жерде сендерде не таптық па қатемізді? Бір-бірлерімізді бағалаймыз. Не арқылы бағалау? Пара арқылы бір-бірлерімізді бағалаймыз. 2 балл қосасыздар. Сәтті, ортаға тұрағалар шеңбер болды, барлығын қойып кетеміз. Ортаға шеңбер болып тұрағаламыз барлығымыз. Болды ма? Тұрағаламыз біріміздің артқамызға біріміз. Қазір мен айтқан бұл қадамдар бойынша не істейміз? Сызықтар алгоритмі құрып шығамыз. Балалар қараңдар. Оқып берейін, бірінші тыңдаңдар. Саман Шотланд жазушысы Роберт Бьюш Ливенсонның «Қазына аралы» атты романын қызыға оқыды. Саман қазына жасалған картаны тауып алды. Картада қазынаны іздеу үшін мынандай түсінік берілген. Картаның ортасына салған ағаш нүктесі солтүстікке қарай. Яғни тура орта саламызда солтүстікке қарай 30 қадам, солтүстікке қарай 30 қадам, шығысқа қарай 20 қадам, оңтүстікке қарай 10 қадам, оңтүстікке қарай 10 қадам. Үлгеріп жатырмыз ба? Оңтүстікке қарай 10 қадам, шығысқа қарай 50 қадам. Яғни математикалық формуласымен білеміз ғой, шығысқа қарай 50 қадам. 50 қадам шығысқа қарай. Шықты ма барлығымызда? Жақсы, енді біз не істедік осы жерде балалар? Алгоритм бойынша қазынаны табу үшін алгоритм бойынша не істедік? Қадамдар жасадық, түсінікті ма? Жақсы. Кішкене сергіп қалдық па? Жақсы. Қандай нәтиже шықты? Ал таныма не болды? ұқсас екен ұқсас. Барлықтары ұқсас, яғни қадамдарымыз нық болды ғой барлығымыздікі, нәтижеге жеттік па? Жақсы, отыра қойды. Мен сендер қазір өстіріп шығамын. Қараңдар, бізде 2 практикалық жұмыс тұр, біріншісінде не істер екенбіз? Жолдарды қосып, экранға шығарамыз, екінші жолдарды бүтін санға айналдырып, олардың қосындысын табамыз. Қазір мен сендерге дескрипторын шығарып қоямын экранға. Бірінші есепті түсініп оқи береміз, содан кейін қазір бірінші шығарып аламыз, содан Python'ды ашып беріп тұр екен. 3 айнымал беріп тұр, естеміз бірінші есепте жолдарды қосып экранға шығарасыңдар, екіншісі жолдарды бүтін санға айналдырып, олардың қосындысын табасыңдар. Түсінікті ғой, мына сендерге осы қадам бойынша жұмыс жасаймыз, жалпы 3 балл. Python'ды ашып есеп жасаңдар. Жас болсаңдар Python'ды ашамыз, программалық тілін ашамыз, сол жерге
Негіз көптер деген ашық қойған сүйірмін деп қойған қарай жоқ мына жерде. Иә? Осыған не істейсіңдер? Ашық жасай бересіңдер. Қайтсаңда аша бересіңдер. Шайлыман қойыңызсың ғой. Бұрауға енгізесің шайлыманды, енгізсің ғой шайлыман. Енді не істейсің сен ары қарай? Осылар қосып сен өрнекті математикалық неге аударасың? Қай нәтижеге жеттік? Тұрып айта қойшы. Тыңдаймыз, иә? Ең бірінші біз айнымалыларға мән береміз, содан соң ран модульға барамыз да айнымаларға мән беріп алған соң интерді Қалай мән бердің? ең бірінші деп жазып аламыз барлығына, содан соң ран модульға барамыз, ол кезде айнымалыларға мән береміз да, одан кейін интерді басып нәтижесі шығамыз. Жасадық па? Иә, мақсатымызға жеттік па сабақтың? Жеттік, иә? Жақсы. Енді бізде екінші практикалық жұмыс жасап жатырмыз ба? Кім жасады? Жасап отырмыз ба? Так, екінші практикалық жұмысты сені айта қойшы. Айта қойшы. Біз бұл өрнекті бірінші кәдімгі Python программалық тіліне аударамыз. Содан соң x-тен input деп x-тің сосын мән беру үшін сол x-ға сондай Неше айнымалы сенде? Y-ді табу үшін бізде неше айнымалы? Қандай? Жоқ, біреу-ақ екен. Қайсы? X. Нені табамыз біз? Y-дің мәнін табамыз, иә? X-ке яғни мән береміз. Түсініп отырмыз ба? Аха, жасаймыз. Апа, мен екіншісін шарттым. Шарттан ба? Неге шықты ма? Pythonға салып отырмыз ба? Pythonға салып отырмыз ба? Кім шарт жаздың деді? Шықты ма? Бірінші бүкіл жазалып жүрсен, айнымалы мысал. Молодец. Жарайды, міне, кәдімгі шықты. Апай, Pythonға жазасың? Ау? Pythonға? Pythonға иә нәтижесін алуымыз керек қой. X-ті нәтижесі. Иә, ненің нәтижесі? Y-дің нәтижесі, иә? Қоңыз сөйлейді, аха, отырамыз. Екінші, бірінші практикалық тапсырмада сізден шығарғандарыңыз үш балл. Шығарылмағандарыңыз өзіңізге қай жерге дейін ғана жетті. Егер де біз тек қана берілген айнымалдарды жол түрде қосып экранға шығарсақ, бір балл. Өзімізді сабағымызды қорытындылау мақсатында есіңдерге эффективный платформасы тапсырма дайындап алып келдім. Бәріміз қараймыз, экранға мән береміз, иә? Жауабын айтасыңдар. Бірінші, қайсын қандай? Қай құлыпты ашайық? Екіні. Ал сұрақтың оқиын, сызықтық құрылымдағы программаны құрастыру қанша қадамнан тұрады? Және өздеріңіз осыны өткенсіздер. 4 қадам. Дұрыс айтты ма? Жоқ, есепті шығару қадамдар. Не аяғымыз не істейміз еді? 4 қадамнан тұрмай ма, яғни? Так, нәтижеге жету үшін бірінен кейін бірі орындалатын алгоритм не деп аталынады? Сызықтық алгоритм. Иә, сызықтық алгоритм деп аталынады, иә? Ашылды ма? Шықтымыз? Дұрыс па екен жауабымыз? Так, келесі. 4 па? Так, сызықтық экранға программа нәтижесін алу үшін қандай сөз қолданамыз біз? Қайда барамыз нәтижеге жету үшін? Ран модульге барамыз, иә? Дұрыс па екен? Мақсатымызға жеттік па? Не істедік бүгін біз? Жеттік. Біз Python-дегі сызықтық алгоритмді пайдаланамыз. Иә, есептер шығардық па? Математикалық өрнегі программалық тіліне аудардық па? Аудардық. Шығардық па? Егер де сабақта сендер түсінсеңдер, білдім.
Ya bak жақсырақ егер де қандай да бір сұрақтарың болса, әлде білгім келеді деп Алматы кітап баспасына әкеп жаздырасыздар. Сызықтық алгоритмдерді қолдануды білдік. Және де Python тіліндегі математикалық есептерді Python тіліне аударуды үйрендік. Не білгім келеді? Барлық күрделі есептер шығарамыз ба? Иә. Жақсы. Түсінікті ғой, иә? Сұрақтарың жоқ болса, білдім. Келіп жаздырасыңдар. Жазбайсыздар, Енді балам бір ауыз сөзбен қорытындылай кетейінші, иә, осы жерде. Айтамыз, не түсіндің бүгінгі сабақтан? Әлде нені білгің келеді? Бүгінгі сабақта